Кайырлы күн достар. Бүгін дәмі ауызда еритін Milka десертінің тегін мастер-классын ұсынамын. Арнама жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып, көпіргенше тек өзін осылай миксермен араластырамыз. Сәл көпіргеннен кейін құмшекерді салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Масса бірігіп қант ергеннен кейін миксермен араластыруды тоқтатамыз. Ыдысымызға какао ұнтағын сұйық май құйып, үстіне қайнап тұрған кипяток құямыз. Блендермен жақсылап еземіз. Бізде масса қоюланады. Жұмыртқа мен қант массасына електен өткізіп, ұн мен қопсытқышты қосамыз. Оның үстіне шоколадты массаны саламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Астынан үстіне қарай осылай сағат тілімен массаны басып алмай араластырамыз. Пергамент төселген табаға массамызды құямыз. Бетін жақсылап тегістейміз. Алдын ала қызған пеште 170 градуста 15-20 минуттай пісіреміз. Енді заварной креміне кірсеміз. Ыдысқа 6% сүт қосамыз. Оған ұн, қант, жүгері крахмалы, жұмыртқа сарысын қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Баяу отта араластыра отырып, венчикте кремнің ізі қала бастағанда отты өшіреміз. Енді ыдысымызға ақ шоколад пен сармай салып, ыстық заварной кремімізді үстіне құямыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Сармай мен шоколад ергеннен кейін бетіне пищевой пленканы в контакте жауып, кремді салқындатамыз. Салқын сливкиді ыдысымызға құйып, тек қою болғанша осылай миксермен араластырамыз. Іртік болып кетпеу керек, тек қою болу керек. Суыған кремімізге сливкиді қосамыз. Венчикпен осылай араластырамыз. Енді Milkаны жинаймыз. Суыған бисквитті осылай өлшеп алып кесеміз. Бисквитті блендерге салып, немесе қолмен де үгітсеңіздер болады. Бұл крафт бумага менде 500 грамдық. Астына 100 грамм крем саламыз. Оның үстіне бисквитті қоямыз. Бисквиттің үстіне 150 грамм крем құямыз. Milkаны мұздатқышқа 30-40 минутқа қойып аламыз. Енді глазурын дайындаймыз. Молочный шоколад пен сливкиді су моншасында немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Мұздатқыштан шыққан әр Milkаның үстіне осылай 90 граммнан суыған шоколадты құйып шығамыз. Он 15-20 минутқа холодильникке қойып алып, бетін әсемдеп, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Достар, менің арнама жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.